Кейбір адамдар бар, саналы түрде Рамазанға мен кірмеймін деп отырған адамдар бар. Рамазан оразасын ұстамаймын мен осы жыл деп. Саналы түрде Рамазан оразасына кірмеймін, ораза ұстамаймын деп отырған бұл кәдімгідей бақытсыз адам бұл. Бұл деген бақытсыз адам. Оразаны сахабалар, жақсы салихалы бабаларымыз айлап күтетін болған. 6 ай оразаға келейікші. Балиғна Рамадан, я Рабби. Бізді Рамазанға жеткізе көрші деп. Сол Рамазанды көрейікші. Сол Рамазанда болайықшы деп дұға қылған. Рамазанды аман есен өткізгеннен кейін, я Раббым Алла, тақаббал минна Рамадан, бізден Рамазанды қабыл алшы. Мына шамам келгенше ұстаған оразамды қабылдыққа жаза көріш. Қабыл болмай қалған оразалардан ете көрмеш деп дұға қылатын болған. Міне уайым ғой бұл жігіттер, бұл уайым. Анау 6 ай бойы жетейінші деген уайым, және де ораза ұстап болғаннан кейін қабыл болса кенші деген бір уайым да бұл. Жүректен шығып атқан, уайымнан шығып атқан дұғалар ғой бұл. Бұл өтірік әңгіме емес та. Бірақ біз міне Рамазанға 5-6 күн қалды. Қаперіңде жоқ қой Рамазан. Не істеймін Рамазанда? Рамазанға тәртіп қою деген бар. Не істеймін Рамазанда? Таң намазына міндетті түрде жамағатқа барам, Рамазаннан бастап. Рамазанның бірде-бір тарауихын енді мен қалдырмайым. Рамазанда жаман әдетімді Құдай қаласа енді тастайым. Рамазанда Құран үйренем. Рамазанда Құран жаттайым. Құранның қазақшасын болса да толық бір оқып шығам. Пайғамбардың өсиеттерін, хадистерін бір қарайым. Кітап оқуды бастайым. Бір кітап бастап, сол Рамазан бойы сол кітапты бітіріп шығам. Тик-токта отыра берместен да. Өмірлерің тик-токпен өтіп кететін болды ғой жігіттер.